Өтірік халатын ауыстырып, Нұрланнан күніге алып отыра жинаған 100 мыңнан аса ақшасын төс тартқышының ішіне тығып қайтадан ыңқылдап шықты. Жедел жәрдем келіп ауруханаға алып кетті. Артынан Нұрлан мен Мария апай көлікпен жүріп отырды. Ауруханаға жеткізіліп, бірден ультрадыбыстық зерттеуге алып кіріп кетті. Дәрігер барлығы жақсы екенін айтып берді. Ауруханаға жатқызуға ешқандай негіз жоқ екенін жеткізді. Ішке кезекші дәрігер келіп еді, дереу жыламсырай бастады. Екеуінен 2 қызыл қағазды ұсынып, шартына көшті. Ішім қатты ауырып тұр. Үйде тыным жоқ. Ене мен абысыным күн көрсетпейді. Күнмен жарыса тұрамын. Түнде бәрінен соң жатамын. Ешкім мені аяғы ауыр демейді. Дәрігерлер оның шарасын дереу түсінді. Екеуі Құндызды жетектеп, дәлізде күтіп тұрған енесі мен күйеуінің қасына жетектеп келді. Не болды, жағдайы қалай, бәрі жақсы ма? Сәбидің өмірі қыл үстінде тұр. Келініңіз ауруханаға жатудан бас тартты. Күтінбесе сәбиге түсіп қалуы мүмкін. Жағдайын жасаңыздар. Аяғын көтеріп жиі жатсын. Көңілін жабырқатпауға тырысыңыздар. Ауыр көтермесін. Келін осында 1-2 күн жатсаңшы. Жоқ апа, маған үйде болған ұнайды. Сіз бен жеңгем барда еш уайымдамаймын. Мәрям сәбиге зақым келеме деп қатты қорқып қалды. Үйге келген бойда келіннің бар жағдайын жасады. Төсекке аяғының астына көрпешелерді қойып, аяғын көтеріп жатқызып, набат салып ыстық шайын қасына әкеліп берді. Мұның бәрінің жалған екенін қайдан білсін? Бала десе ішкен асын жерге қоятын Нұрлан да әйелінің аузынан шыққан әрбір тілегін орындады. Ал әккі келін болса бәрін алдында құрдай жорғылатып қойғанына мәз болып, үстілерінен күліп қалғанын ішіп жата берді. Телефон қолында. Әрбір құрбысына қоңырау шалып мақтанып болар емес. Мұның әрбір ісінен хабардар, тіпті кейбірін өзі үйреткен ұстазы, анасы да қызының әрекетіне мәз болып мақтап қояды. Бірнеше күн жата-жата жалға бастады. Күніне барып жиған ақшасын жаратып, дүкен-дәмханаларды аралап қайтқысы келді. Бірақ ауырып жатқан соң күйеуі мен енесі жібермесін білген қу әйел тағы да қулыққа көшті. Әсемнің ұлына айқайлап ұрсып жатқан естіп сыртқа шықты. Қасына келіп актриса болып рөлге кірді. Жеңге, мен әдейі істеп жатқаным жоқ қой. Балада неңіз бар, айтарыңыз болса өзіме айтыңыз. Құндыз, сен не істеп тұрсың? Мен саған емес, өз балама ұрсып жатырмын. Баланы желеу етпей-ақ қойыңыз. Маған тиістіріп айтып жатқаныңызды жақсы білемін. Құндыз, мен саған ештеңе дегенім жоқ. Ұрыстым, өз балама ұрыстым. Білем, үйдің бүкіл шаруасы өзіңізге қалып қиналып жүрсіз. Бірақ мені де түсінуге тырысыңызшы. Әдейі істеп жатқан жоқпын. Қайтейін енді? Күтінбесең бала түсіп қалады деп жатыр. Мен саған жатпа дедім бе? Сен жоқ кезде де 6 жыл бойы осы шаруаның бәрін өзім жасап келдім. Бұдан кейін де жасай аламын. Екеуінің дауысын естіп, Мәрям үйден жүгіріп шықты. Ей, келіндер, не болды? Не жанжал? Кіші келін, неге жылап тұрсың? Апа, мені кешіріңіздер. Не болды? Айтсаңшы. Ешқандай тірлік істемей жатқаны үшін жеңгем ашуланып, бар өшін ерке баладан алып ұрып жатыр. Баланың жазығы не? Мен де әдейі жасап жатқаным жоқ. Үйдің шаруасына көмектесе алмай жүргенім өзімнің де жаныма батып жүр. Ей, әсем келін, сенің мұндайың жоқ еді ғой. Саған не болған? Апа, мен оған қатысты бір ауыз сөз айтқаным жоқ. Баламды күніге ұрсам емес пе? Бүгін ғана көріп тұрған жоқсыздар ғой. Келін, сен бөлмеңе барып жата бер. Жоқ, жатқым келмейді. Бұлай біреудің жекіргеніне естіп жексұрын болып жатқанша тірлік істейін. Түссе түсіп қалсын. Құндыз, қойсаңшы. Айтыңыз, не істейін? Ештеңе істемей-ақ қой. Өзімнің ақ шамам келеді. Бар жат деген соң жатсайшы. Әсем ашулана дауыс көтеріп сөйледі. Неге айқайлап тұрсыз? Мен сізге не істедім? Енесін өз жағына шығару үшін еңкілдеп жылап жіберді. Сіз де ана емессіз бе? Әрбір ана өз сәби үшін алаңдайды. Бар жазығым ішімдегі сәбиді ойлағаным ба? Құндыз өкпелегендей сыңай танып бөлмесіне кіріп кетті.
Артынан енесі мен Әсемнің жанжалдасып жатқанын естіп, жоспарының бір бөлігі іске асқанына қуанып, аяғын аспанға көтеріп жатты. Кешке Нұрлан келер уақытта бөлмесіне шығып, өтірік тірлік істеп жүрген адамның кейпіне енді. Құндыздың кесірінен еш жазықсыз енесінен сөгіс естіген жеңгесі қабағын түйіп үн-түнсіз тірлік істеп жүрген болатын. Оның ашулы екенін Нұрлан да байқады. Түн болып әркім өз бөлмесіне кіріп кетті. Құндыз өзінің жоспарының екінші бөлігін орындауға кірісті. Өтіріктен ыңқылдап ауырған адамша ыңырсып келіп төсекке жатты. Не болды, ауырып тұрсың ба? Саған дәрігерлер көп қимылдап, бір аптадай күтіп демеп пе еді? Жеңгемді көрдің бе? Иә, өзі бірдеңеге ашулы сияқты. Не болды, тыныштық па? Мен ештеңе істемей жатқаным үшін ашуланып ұрыс шығарды. Қойшы, жеңгем ондай емес, тірліктен қашқан адам емес. Сонда мен өтірік айтып тұрмын ба? Білмеймін ғой енді. Ішім қатты ауырып тұр. Дәрігерлер төсектен тұрмай күтін деп еді. Жаным, мен бұл үйде жата алмаймын. Жеңгемнің ашуланған жаныма батыр, одан әрі қинала түсем. Мен Төркінге жіберші, анам бір жағдайымды жасайды. Өтінем, мен үшін болмаса да сәбиіміз үшін. Құндыз өз жоспарын сәтті орындап, жарын дегеніне көндірді. Неге сонша маған айқайлайсыз? Қолымнан келгені осы. Ей, ана Әсем жеңгең осының бәріне үлгеруші еді. Адамның жасаған адам жасай алады. Сенің де одан еш жерің кем емес. Жетер енді. Әсем, бітпейтін Әсем әйтеуір. Мен Әсем емеспін. Мен Құндызбын, Құндыз. Бітпейтін күңкілдеуіңізден әбден шаршадым. Жақсы, онда мен кетейін. Әсемдей тағы бір қыз тауып алып беріңіз балаңызға. Мен саған кет деп тұрғаным жоқ. Қит етсе кетем дей береді екенсің. Жаман қатын кетем деп қорқытады деуші еді. Сенен қорқар, мен жоқ. Кетсең кет, қайтем сенді. Шаршаттың ғой адамды. Құндыз бөлмесіне кіріп кетіп, киімдерін сөмкеге түйіп отыра берді. Бірер сағат өтіп, ашу басылған енесі бөлмесіне кіріп келді. Затын түйіп, жылап отырған келініне жақындап, сабырмен ақылға шақырды. Келінжан, айналайын, қой, менде артық кеткен секілдімін. Сабырға кел. Үлкен болған соң ұрсамын да, мен айтпасам кім айтады саған? Тірлігіңді тиянақты жасап, тамақ нанын уақытылы дайын болса саған кім ұрсады? Қой, заттарыңды жайына қой, үй болуға тырыс. Қолымнан келгенше жасап жатырмын ғой, апа. Үнемі ұрса бересіз. Мен жасы келген жүйкесі жұқарған адаммын. Сен жассың. Мен сөйлегенде үндемей тыңдай салсаң болмайды ма? Басыңды изе де кете бер. Сөйлеп қоямын ғой. Негізі Құндыздың мақсаты кету емес, жай енесін қорқыту болатын. Бұл жолда мақсатына жетіп, енесіне алдына жалынып келді. Енесін тыңдаған адамдай заттарын қайта орнына қойып, дым болмағандай тірлігін жасап жүре берді. Нұрасыл үнемі Әсемнің телефонынан YouTube арқылы мультфильм көріп жүретін. Әсемнің тариф уақыты бітіп, Нұрасыл түнде жылап, ақыры болмаған соң Нұрлан өз телефонын ұйықтағанша берді. Әсемнің айлық алуына әлі бірер апта бар болғандықтан, Нұрлан жеңгесінің телефонына бірлік салып берді. WhatsApp желісі арқылы жеңгесіне бірлік салғанын айтып хабарлама жазып жіберді. Нұрланның телефон күнде ақтаратын әйелі осы бірлік үшін қырғын жанжал шығарды. Неге оған сен салуың қажет? Өзі жұмыс істеп жүрген жоқ па? Өзі салсын. Менің әрбір ісіме араласуды қойшы, шаршатып жібердің бар ғой. Осы саған берген қанша мың ақшаның есебін сұрадым ба? Бұқтан өзгенің бәрін алып жатырсың. Неге алдың дедім бе? Сұрағаныңды беріп жүрмін. Саған енді не керек? Тыныштық берші, өтініш. Демек сені мазалап жүрмін бе? Менен жалықтың ба? Жалықтым деп дегенім жоқ. Күнде бір себеп тауып миымды жейсің. Онсыз да жұмыста неше түрлі адамдарға кегізіп, шекем жұқарып, әрең үйге жетем. Үйде сен тыныштық бермейсің, түсінсеңші мені. Мен үшін жұмыс істеп жүрген адамдай маған міндетсің бе? Қашан қайтамыз саған? Біз бәріміз бір отбасымыз. Сен мен деген жоқ. Кім не тапса да бәрімізге ортақ. Өзіңе қажет ақшаңды алып отырсың, басқасына араласқанды қой.
Сонда мен сен үшін ешкім емеспін бе? Уф, жетер енді. Шаршатып жібердің. Ұйқы бересің бе жоқ па? Нұрлан жастық көрпесін алып қонақ бөлмеге кіріп көрпені бүркеніп жата қалды. Астында төсеніш те жоқ. Артынан Құндыз еріп келіп тағы маза бермеді. Айтпаған сөзі жоқ. Нұрлан ешбір жауап қатпай жата берді. Құндыз өз ісіне өкініп, Нұрланнан айырылып қалудан қорқып, мысықтай мияулап жалынуға көшті. Сонда да еш жауап ала алмады. Ақыры өз бөлмесіне барып, WhatsApp желісі арқылы тоқтаусыз хабарлама жіберіп, түні бойы ұйқы бермеді. Нұрлан ол хаттарды оқып, басын қатырғысы келмей, бәрін түгел өшіріп тастап, телефонын сөндіріп, есікті кілттеп ұйықтап тынықты. Таңертең ашуы әлі тарқамай, әйелі ұйқыдан тұрмай жатып, шайын ішпей жұмысқа кетіп қалды. Ұйқысы қанбаған қатты жерде жатып, денесі ауырсынып қалған жігіттің жүйкесі жұқарып, бірнеше тұтынушымен сөзге келіп ұрсысып қалды. Сол күні жексенбі әсем үйін жинап, кір жуып, өз тірлігін жасап жүрген. Нұрланның таңғы ас ішпей үйіне безіп кеткен, өзінен емес жеңгесінен көрген әйелі күні бойы абысына қабақ түйіп, ашулана, бүкіл затты тарсылдатып тірлік істеп жүрді. Оның бұл қылығын әсем бірнеше рет байқағанмен үндемей жүре берді. Ақыры болмаған соң бөлмесіне кіріп кеткен келіннің артынан барып, не болған сұрамақ болған, ал ұрыс іздеп отырған келіні абысының жағасынан алды. Құндыз, саған не болған? Неменеге маған мінез көрсетіп жүрсің? Мен саған не істедім? Түк білмейтін періштедей бола қалмашы. Не? Маған қалай сөйлейсің? Осы сен бар ғой, періштенің кейпіне еніп жүрген шайтансың. Сенің кесіріңнен Нұрлан екеуміз қырылып өлетін болдық. Міне қара. Құндыз өзінің жауапсыз қалған хабарламаларын көрсін деп Әсемге ұялы телефон лақтырып жіберді. Көрдің бе? Оқысаңшы. Сенің кесіріңнен Нұрлан түні бойы қонақ бөлмеде жатты. Менімен сөйлеспей қойды. Қанша жалынып хабарлама жаздым, ешбіріне жауап бермеді. Демек, өзің сол дәрежеге жеткізгенсің. Өзің кінәлі бола тұра кінәні өзгеден іздегеніңді қашан қоясың? Не? Сонда сен маған өзің жамансың деп тұрсың ба? Мен саған онда ештеңе дегенім жоқ. Жаман іші тар адам екеніңді өзің мойындап тұрсың. Ұятсыз айтып тұрғанын қарашы, оңбаған. Қазір мен саған көрсетемін. Құндыз орнынан атып тұрып Әсемге бас сала орамалын жұлып шашынан жұла бастады. Денелі келген Әсем оған бой берсін бе? Кеудесінен итеріп жіберген еді, еденге ұшып түсті. Айлакер қу түлкі тағы да қолыққа басып, көмектесіңдер деп айқайға салды. Оның даусын естіген енесі мен Бағлан жүгіріп келді. Еденде бүктеліп ішін ұстап тұрған Құндызды көргенде екеуі шошып кетті. Дереу барып енесі арқасына сүйеп тұруға көмектесіп, төсегіне жатқызды. Мұнда не болып жатыр? Апа, мен одан қорқамын. Мені құтқарыңдаршы. Ол менің сәбиімді өлтіреді. Құндыз, келін, сен не деп тұрсың? Әсем ондайға бармайды. Апа, ол менің осы сәби үшін тірлік істемей жатқанымды көре алмайды. Ей, өтірікші, жетер енді, шыдамның да шегі болады. Сенің өтірігіңнен тойдым. Апа, рас айтамын, ішім ауырған соң келіп жата тұрайын деп едім, артымнан бөлмеме келіп ұрса бастады. Неге ұрса бересіз деп едім, еденге итеріп жіберді. Апа, ол өтірік айтып тұр. Мен оған тиген жоқпын. Жетер енді, ауырып жүрген адамда нең бар? Мен саған айттым ғой, үндемей жүре бер. Мен бармын, өзім сөйлесемін деп. Нең бар еді? Апа, мен оған ештеңе істемедім. Өзі алды мен, маған бас салды. Ештеңе істемесең артынан неге бөлмесіне келдің? Сонша жылдан бері істеп жүрген шаруаңды істей алмай қалдың ба? Апа, неге үнемі кінәсіз болсам да маған айқайлай бересіз? Әсем әділетсізге шыдай алмай, енесіне қарап айқайлап, жылап жіберді. Сыртта тұрған Бағлан әйелін сыртқа сүйреп шықты. Заттарыңды жина да, балаңды алып үйіңе кет. Бағлан, мұның не? Мен не бүлдірдім? Айттым ғой, мен оған тиген жоқпын. Кет деген соң кет. Кетпеймін, бұл менің де үйім, қууға еш хақың жоқ. Балам-ау, енді сен шықтың ба? Қайсы біріңе күйінейін? Өлтіретін болыңдар ғой мені, әйеліңде нең бар? Қателік жасамайтын адам болмайды, ол да тірліктен шаршаған болар, соған бола үйіне қуып жіберуің керек пе? Қателік, шаршау, апа, сіз 6 жыл бойы Әсемді тани алмадыңыз ба? Мен оны қателік жасаған үшін қуып жатқан жоқпын.
әділетсіздің құрбаны болғаны үшін, жазықсыз бола тұра айыпталғаны үшін, оны қорғай алмағаным үшін оған кет дедім. Қайтейін, бір жағымда інімнің отбасы, бір жағымда өз отбасым. Оны бұлай қор еткенше жібере салайын. Өткен жолы Бағилаға неше түрлі әңгімені ойдан құрап айтып, Әсем екеуінің арасына от салды. Оның қапа болып кеткені үшін Әсем қаншама түн алаңдап ұйықтай алмай шықты. Ол кезде де жұмған аузымды ашпадым. Мені аулада отырғанымды байқамай, сіздердің көздеріңізше ауырған сыңай танытып, ешкім жоқта еш қиналусыз жүргенін өз көзіммен көрдім. Тіпті байқаусызда өз істеген арам пиғылдарын құрбыларына мақтана айтқанда өз құлағыммен естідім. Оның арсыздығы сондай, тіпті дәрігерлерге пара беріп, өзін ауру етіп айтқызған екен. Оның анасымен сөйлескенін естіп қалдым. Қойшы, бір күн түзелер десем, оның арсыздығы шектен шығып барады. Нұрланның тапқанын менің жұмысқа жарамай жатқанымды үнемі бетіме баса береді. Қайтейін, апа? Менің жұмыстан қашпайтынымды өзіңіз жақсы білесіз. 6 ай өтсін, денсаулығым қалпына келсінші. Осы үйді тұрғызған, інімді оқытқан, көлік алып берген, дүкенін ашып берген мен емес пе? Сол үй болсын деп сізге әр тапқан ақшамнан $1000 беріп жүрген мен емес пе? Әйелім баламның аузына жырып жинап жүрген кім? Мен мұның бәрін міндетсінбеймін, ағалық перзенттік борышым деп білемін. Оның бұл қылықтарын ініме қалай айтамын? Әйелінің барып тұрған 200 адам екен қалай айтамын? Оның мінезін білесіз, әйелі жүкті болған соң әрең шыдап жүр. Егер бұл жағдайларды естісе, ол әйелін өлтіріп қояды ма деп қорқамын. Жұмыста басы ауырып әркіммен ұрсыса берген соң, Нұрлан жұмысынан ерте қайтып келген болатын. Бұл оқиғаның куәсі болды. Ашуға булығып, көлігіне отырып, желмен жарыса ұшыртып айдап кетті. Бірер сағат өтіп, әпкесі Бағила мен қоса ата-енесі Қайрат пен Ғалияны ерте келді. Олардың ешбірі не болғанын түсіне алмай таңдана кіріп келді. Әке, апа, аға жеңгесін бәрін түгел қонақ бөлмеге жинады. Түктен хабары жоқ, жеңіске жеттім деп мәз болып жатқан әйелін қолынан сүйрей келе бір топ адамның ортасына итеріп тастады. Құндыздың әкесі шыдай алмай орнынан атып тұрды. Ей, сенің мұның не? Әке, өтінем кешіріңіз, бірақ қызыңыз осыған лайық. Ей, күйеу бала, әке-шешесінің көзінше осылай істесең, бір жоқта қызыма күн бермейтін шығарсың. Ал сіз мүлдем аузыңызды ашушы болмаңыз. Сіз де ана дейді-ау, мен емес, мына сіз ұялыңыз. Балам, үлкен кісіге қалай сөйлеп тұрсың, саған не болды? Апа, не болған мына келініңіз басынан бастап өзі айтып берсін. Кәне, сөйле. Өтірік ауру ету үшін дәрігерге ақша бергеніңді, төркініңе бару үшін жеңгеме жала жапқаныңды, әпкем мен Бағиланы ұрыстыру үшін қандай өтірік құрастырғаныңды, мына үйдің берекесін қашырып, күнде бір ұрыс шығаратыныңды әке-шешеңе маған айтып бер, кәне. Қызының қандай екенін білетін әкесі үндемей, жерге қарап ұяттан өртенердей болып отырды. Анасы болса бар өтіріктері ашыларын біліп, қорқып, қара терге түсіп отырды. Мен қызымды бұлай қорлауыңа жол бермеймін. Қайрат әйелін орнына отырғызды. Сен бұл іске араласпа. Ашуыма тимей орныңда тыныш отыр. Кәне, сөйле. Не былықтырып жүрсің, сендей қызым болғанша? Әкем, мен ештеңе істемедім. Жаныңның барында сөйле, әйтпесе сені. Әттең, ішіңде бейкүнә нәресте бар. Әйтпегенде сені өз қолыммен ұрып өлтіріп қояр едім. Әке, сөйле. Құндыз сонда да ештеңе мойындамады. Айтуға дәті жетпеді. Айтпаса да бәрі іште не болғанын біліп тұрған болатын. Құда-құдағи күйеу бала, бәріңізден қызым үшін кешірім сұраймын. Ол менің үйімде қонақ болатын. Ол енді сіздің үйдің адамы. Не істесеңіз де, қалай жазаласаңыздар да өз еріктеріңіз. Жоқ, оны бұлай қалдырып кетпеймін. Тұр, қызым, үйге кетеміз. Мен саған үндеме дедім. Өлсе, осы үйден өлігі шығар. Ешқайда кетпейді. Сені мен үйге барған соң сөйлесемін. Түс алдыма. Қайрат әйелін ертіп үйіне қайтты. Нұрлан ашулана әйеліне шарт қойды. Кәне, бәріне кешірім сұра.
Өзің көрдің, тіпті әкең де сенен бас тартты. Кешірім сұрап менің дегеніме көнесің. Көнбесең кең көше таңдау өзіңде. Кешіріңіздерші мені, өтінем. Бәрі тарап кетті. Жалғыз өзі қонақ бөлмеде жылап қала берді. Бағила жеңгесінен кешірім сұрап татуласты. Қайрат та өз әуелін тиісінше жазалап, өмірінде алғаш рет 30 жыл бойы отасқан жарына аяусыз қол көтерді. Нұрлан бір апта бойы әйелінен бөлек жатып жүрді. Одан кейін де бір төсекте жатқанмен оған көңіл бөлген жоқ. 6 ай бойы ұялы телефонын алып бермей қойды. Ешкімді маңына жолатпай, көмектесуге рұқсат бермей, үйдің бар шаруасын Құндыздың мойнына жүктеді. Бірақ әйел болған соң енесі мен абысыны жаны ашып көмектесіп жүрді. Көнгісі келмеген, бірақ көнбеске амалы жоқ. Әкесі үйіне кіргізбесін біледі. Барар жері жоқ әйел тәубесіне келді. Басында мойындағы келмеген мен өзім кінәсін уақыт өте түсінді. Көрсе қыздар, дүние құмар әйел нәпсісін тыя алмай бір демде бәрінен мақұрым болды. Нұрлан бір тиын да бермей қойды. Ақша беру бұлай тұрсын ауыз ашып сөйлеспейтін. 6 ай азапты өмірі сәбиі дүниеге келген соңына жетті. Нұрланның өкпе ренішін шекесі торсықтай ұлы бір сәтте жойып жіберді. Қырқынан шыққанша енесі мен абысыны аяқ қолын ыстық суға малып күтімін жасады. Олардың бұл әрекетінен Құндыз өз істеріне одан әрі ұяла түсіп, еңкілдеп жылап отырып кешірім сұрады. Олар да кешірім беріп тату-тәтті өмір сүре бастады. Уақыт өте келе бәрі ұмыт болғанмен Құндыз өзі ұмыта алмай, әр түн сайын ар азабы мазабы бермей, әр түнде бір жылап алатын. Қателігін өтеу үшін оған бар өмірі аздай көрінетін. Бәрін ұмытқан Нұрлан әйелінің өзгергені үшін риза болып, соңғы үлгідегі ұялы телефон сыйға тартты. Балаға өзіне қажет болар деп сұрамаса да күніге аз-аздан ақша беріп жүрді. Бірақ Құндыз бұрынғыдай жұмсамай ақшасын жинап жүріп, енесі мен абысына сыйлық жасады. Телефон қолына тиген бойда бір кездері ақылын тыңдамай өзіне жау санаған әпкесі Маржанға қоңырау шалып, бәрі үшін кешірім сұрап, үнемі ақыл кеңес сұрап отырды. Ғаламтордан іздеп көріп жүріп отбасына арнап түрлі тағамдар дайындап көңілдерін табуға тырысатын. Өкпе реніш күшін жойып, татулық бірлік береке үстем алды.